Ассаламағалейкум достар. Бүгінгі видеода біз Арнольд туралы айтатын боламыз. Арнольдтың танымал болғанға дейінгі өмірі туралы айтатын боламыз. Онда болса видеомызды бастаймыз, кеттік. Арнольд өзі айтқандай, оның балалық шағы оңай болмаған. Ол бірінші рет жаттығу залына келіп, бодибилдингтен әлем чемпионы болам дегенде оған бәрі күлген болатын. Себебі оның сол кездегі салмағы 60 кг, ал бойы 1,85 см болған. Өзіңіз енді көз алдыңызға елестетіп көріңіз, оның қаншалықты арық болған. Арни бірінші жаттығудан кейін үйіне жете алмай қалады. Өйткені зал үйінен өте алыс болатын. Ал велосипедіне отырып 1 минут жүрген кезде оның қолдары рульді ұстай алмай жерге құлап түседі. Бірақ ол орнынан тұрып ары қарай жолын жалғастырып үйіне дейін жетеді. Осыдан ақ оның арманына деген сенімі мен өзінің табандылығын көруге болады. Келесі күні ол орнынан тұра алмай қалады, бірақ Арни өте қуанышты болған еді. Өйткені ол өмірінде бірінші рет өз денесін толықтай сезінді. Осы сөздерден ақ Арнольдтың қандай адам болғанын анық байқауға болады. Ол армияда бәрінен 1 сағат бұрын ертерек тұрып жаттығу жасайтын, себебі ода жаттығу жасауға уақыты болған жоқ. Бірақ армияда өзінің жақсы жақтары болды. Себебі ода көптеген мүмкіндіктер осы армияда пайда болған болатын. Тура Арнольдтың пост күзету керек болған кезінде Европада үлкен турнир болған болатын, бодибилдингтің. Және сол турнирға қатысу үшін Арнольд өзінің постын тастап қашып кетеді. Нәтижесінде Арнольд сол турнирдан бірінші орын алып, қайтадан өзінің постына оралады. Ол оралған кезде оның кетіп қалғанын біліп қойып, оны 2 аптаға дейін түрмеге жабады. Ол түрмеден шыққан кезде командирі оны қасына шақырып алып, жағдайды сұрайды. Арнольд жағдайды айтып түсіндіргеннен соң командирі оның көзінде оты барын байқап, оған бұрынғыдан көбірек көңіл бөле бастайды. Соның нәтижесінде Арнольд 1 жылдың ішінде 11 кг таза бұлшық ет қосады. Және Арнольд армияда жүргенде танк айдайды. Және танктың ішінде оған командирі ыңғайлы болсын деп штангілер орнатып берген болатын. Сол кезден бастап Арнольд бодибилдингпен тұрақты түрде айналысуды бастайды. 1966 жылы армия біткеннен соң Арнольд Германияның Мюнхен қаласына көшіп кетеді. Және Арнольд жаттығу залында жаттықтырушы болып жұмыс жасайды. Бірақ ол Германияда тұрған кезде басында баспанасы болмады. Бірақ ол жаттығу залын өз үйіне айналдырып, сол жерде ұйықтайтын. Сол жерде тамақ жейтін. Сол жерде жаттығу жасайтын. Bir сөзбен айтқанда, оның үйі жаттығу залы болды. Арнольд Германияда жаттықтырушы болып жүрген кезде Джо Вейдерден Америкаға шақырту келеді. Негізінен Арнольдтың түпкі мақсаты Америкаға барып мистер Олимпияны ұту еді. Және сол мақсатқа жетуге деген үлкен мүмкіндік туып тұрғанын көрген Арнольд Джо Вейдердің шақыртуына келісімін беріп Америкаға жол тартады. Америкада 1 жыл өткеннен соң Арнольд өзінің бірінші мистер Олимпиясын ұтады. Содан соң дәл осы титулды 5 рет жеңіп алады. Арнольдтың айтуы бойынша жаттығу жасаған кезде ол бұлшық еттерінің қимылын сезініп, миымен бұлшық етін бірге жұмыс ететін болған. Арнольд мистер Олимпияны 4-ші рет алғаннан соң 5 жыл бойы демалып өзінің ең тамаша формасын 1980 жылы өткен мистер Олимпияда көрсетті. Осы жеңістен соң Арнольд үшін бодибилдингта жеңетін ештеңе қалмаған болатын. 1980 жылы 5-ші рет алған мистер Олимпиясынан кейін Арнольд өте танымал бола бастады. Осы уақытты дұрыс пайдалана білген Арнольд өзінің екінші мақсатына жету үшін киноларға түсе бастады. Солардың ішінде ең танымалдары Конан Варвар, Терминатор деген сияқты кинолар. Осы сөздерден Арнольдтың бизнестегі жетістіктерін білуге болады. Қазір Арни Калифорнияның 38-ші губернаторы. Негізінен Арнольд кез келген бизнестің болашағын көре алатын болған. Соның арқасында ол 30 жасында миллионер болды. Осы видео арқылы біз осы ұлы адамның өмірін еске алдық.
өмір сүргеннен соң Арнольд сияқты өмір сүр. Егер Арнольдты сыйласаң, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Тағы да ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видео сіздерге ұнады деген ойдамын, және бұл менің бірінші видеом болатын, осылай түсірген. Және өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарийға жазып кетіңіздер, қалай ұнағанын, қандай жерде қателіктерім барын соларды жазып кетсеңіздер. Осымен видеомыз аяқталды. Ары қарай жұмыс істеп тоқтатпаймыз. Сау болыңыздар.